Куйбышев отделде жасауға мұрат етеміз. Куйбышев отделден жайлардың, планлардың шығуы қиын шыққан уақытта оннан пайдалану керек. Сатарман емес, жасарман үйлер бойынша мағлұмат береміз. Сатарман үйлер әдетте сыртларын сыбап, бір нәрселерді орап, ішінің сапасы жоқлығын жасырып сатып жібереді. Ал бұл жерде болса хаммезат ашық айдың көрініп тұрыпты. Мархамат қай жерден өрілген, қандай біріктірілген, ісленген құрылыс талаплары 100% орыланған орын. Көп ақша, көп мехір жұмсалған, энергия кеткен жер. Ешқандай тежеу сөзі іслетілмеген бұл үйдің құрылысында. Тек баса берген екен, солай екен. Жыллар давамында жасайтұғын үйлердің бірі анық ұсы үй. Бұндай үйлер саудасы бірден болмайды. Бір барасыз, екі барасыз, сөйлесесіз, келісесіз, асығу, албырау кетпейді бұндай жерде. 10 сотық болады. 10 сотық дегені бұл кеңшілік деген. Әзер бір нәрсе сақлайман десеңізде, теплица құраман дейсіз бе, кішігірім бақыламан дейсіз бе, құласы. Бұндан бұлайына жер сілеп шығарылмайды. Бар жерлерден үнемлі пайдалану керек әзер. 7 бөлмелі, әрбір бөлмесі де идеал өлшемлерде заманауи рухтағы, заманауи темптағы үйлер болады. 808 миллион қайтамыз келісеміз, келін көрің сораң деген мәселе болып тұрыпты. 99 кодыменен 944 4372 қамде 91 кодыменен 261 0091 номерлеріне қазір-ақ байланысу арқылы ұсы үйді сіздікі қылып алудың бірінші қадемлерін қойып алсаңызлар болады. Комментарияға өз сезімлеріңізді жазып кетің, лайклеріңізден қызғанбасаңыз біреуін тастап кетің. Кейінгі Нүкіс қаласының сондай әжайып имаратларында, өзгеше ұсыныстарында көріскенше сау, саламат болыңыздар.